Қайырлы күн, құрметті қазақ елі, құрметті біздің салымшылар. Бүгін біз 23.04.2022 жылы Астана қаласы. Бүгін біз Алланың қалауымен дәм татып, ауызашарға біздің кезекті біз арқылы үйлі болған Әсел ханым үйіне келіп қалдық. Жолдасыңыз аты кім еді? Фархат мырзамен. Енді келгендегі мақсатымыз осы расымен біз арқылы үй алды ма, қандай үй алды, қай жерден алды, қанша күтті, расымен пайызсыз ба деген Әсел ханымның өзінің ойымен бөліссе екен деген мақсатпен келіп отырмыз. Әсел ханым, енді мынандай керемет дастархан жайып бізді қарсылап жатқаныңызға үлкен рахмет, құтты берекелі шаңырақ болсын. Енді өзіңізге бір-екі ауыз жаңағы ойыңызбен бөліссеңіз, біздің салымшыларға бір тілегіңізді айтсаңыз. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздер де қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз. Ройға біз күйеуімнің жолдасы арқылы келдік. Басында стандартный программамен кіргенбіз. Сосын үйіміз сатылып, ар жақта ауылда үйіміз сатылып, сразу программамыз 50% программаға ауыстырып, ускоренный программаға көштік. 6 ай деген, бірақ кішкене митингтар болды, нелер болды. Солар не болды? 11-ші айда біз үйлі болдық. Бірінші Алланың арқасында, сосын осы Рой кооператив арқылы үйлі болдық. Ешқандай пайызы жоқ, пайызсыз. Банкке барсаңызда, мысалы үшін, сіздің неңіз сұрайды, пенсионкаңыз сұрайды, неңіз сұрайды, қанша пайыз еще, тем более үстінен. Міне Ройда сондай не жасатып қойған, ешқандай пайызы жоқ. Даже міне квартирант ақшасынан аз төлейсізді. Рахмет. Қазір сіздер үйді қанша алдыңыздар, және қай жерден алдыңыздар? Астана бойынша, Нұрсұлтан қаласы бойынша? Шағалаудан алдық. Шағалау, Жұбан Молдағалиева 2-ші домнан алдық. 215-ші квартира, 8-ші этаж, 9 этажкалық үй, жаңадан құрылған үй. Қанша алдыңыздар? 17 миллионға түсті да. 17 миллионға түсті. Бізден қанша бөлінді Рой кооперативі? 16 миллион сіздеріне, біз 8 миллион 300 қойдық та. Басында 8 миллион, и тағы да 6 ай бойы 50 мың теңгеден тағы да 300 мың теңге. Енді 16 миллионға алдыңыздар, үйді? Жақсы. Енді жаңағы пайыз жоқ екені рас па, әлде өтірік па, соны айтып кетсеңіз? Пайыз, ешқандай пайызы жоқ. Ройға сеніңіздер, күтіңіздер, сабырдың түбі, алтын бәрібір. Аласыздар, жетесіздер. Рахмет. Айына қаншадан шығып жатыр сіздерге? 95 мың тиыны бар, 96 мың почти. 96 мың, қанша жылға бөлдік? 7 жылға. 7 жылға 96 мың теңгеден қалған жинағыңыздың бәрін алып тастап, сол қалған сумаға сізге пайызсыз бөліп берді. Осындай мүмкіндікті жібермеңіздер. Құтты болсын, Әсел ханымның жолын сіздерге берсін, барлық салымшылар біз арқылы үйлі болсын. Сіздерге үлкен рахмет. Енді қазір жолдасыңыз жұмыста екен, ол кісіге де үлкен рахмет. Бізге сеніп келгендеріңізге, бізде қуаныштымыз сіздердің сенімдеріңізге шыққанымызға. Сіздерге рахмет үлкен. Рахмет, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Келіңіздер, сеніңіздер Ройға. Аласыздар. Басында көп негативтер болғанда, ала алмайсың, не қыламайсың деген. Қазір сол адамдардың өзі ұялып отыр да, шыны керек. Сөйтіп айтқандарына, Әсел ханым, сіздерде мынандай бір не болды ма момент, бір сенім кеткен кездері, сенбей қалған кездеріңіз болды ма өздеріңізде? Осы енді күттіңіздер ғой, 6 айдан кейін тағы да біраз уақыт күтіп қалдыңыздар, жаңағы неге байланысты? Сол кезде бір сенімсіздік сондай болды ма? Менде сенімсіздік болмады, мен алам деп ойлайтын едім, да? Бірақ негативтерді оқып, күйеуім бәрі андай қылатын еді да, мысалы үшін. Ала алмайсың ау деп, мен алам дейтін едім. Бірақ міне алдық қой. Аллаға шүкір. Сенсеңіз, қорқсаңыз отыра береді екенсіз, мысалы үшінші. Ала алам ба, ала алмайым ба деп отырсаңыз отыра береді екенсіз, мысалы үшін. Қаншама жылдар, мысалы үшін, адамдар квартираға да төлеп отыр ғой. Зато жетесіз, күтіңіздер, аласыздар. Рахмет. Ал негізінде қанша жыл болды квартирада отырдыңыздар? Осы Астанаға қашан келдіңіздер? 2019-да.
келдіңіз? күйеуім алдын тұратын. Мгм. Сол біз үйленіп болған соң 2019-да келдік. Содан бері Мгм. Осы неде астанадасыздар, иә? иә Иә, осы пәтерді алғанға бұл бірінші пәтерлеріңіз, иә? Иә. Алып жатқан. Иә. Мгм. Жаңағы пәтерге қанша төлеп тұрдыңыздар? 120 мың теңге айына. Айына 120 Иә. мың теңге. Ал мында 96 мың теңге пайызсыз Иә 7 жылға бөліп берді, иә? Мгм. Рахмет, құтты болсын тағы да. Сіздерге де Енді, рахмет. иә, осындай сіз сияқты салымшыларымыз көп болсын, келген салымшыларымыздың бәрі үйлі болсын. Алла тағала сіздер сияқты қуанышқа бөленіп, сол кісілердің де шаңырағында осындай керемет дастархан басында бас қосуымыз Аллам нәсіп етсін. Барлықтарыңызға рахмет, күтіңіздер. Әсел ханымның Фархат мырзаның жолын баршаларыңызға нәсіп етсін. Рахмет, сау болыңыздар.